Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 14-ші сабақ ю әрпінің жазылуы тақырыбын өтетін боламыз. 56-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Болат пен Юра құрылыс басында барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Мәтін Ұлан газетінен алынған. Балалар, мәтіннің мазмұнын айтыңдар дейді. Мәтінде Болат пен Юра құрылысты көруге барады, я? Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр екен. Бірінші қабатта сылақшылар жұмыс істейді. Гүлсара мен Юля құбырларды бояп жүр. Ал Марат аға кранда еңбек етеді. Құрылысшы болудың қызығы мен еңбегі туралы осы мәтінде әңгімеленген екен, я? Келесі тапсырма, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Жазылған сөздеріңнің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздер Юра, қою, Юля деген сөздер, я? Енді Юра сөзінде иура деп айтылады, я? Яғни біз Юра сөзін иура деп естиміз, я? Ал Юля сөзін июля деп естиміз, ал қою сөзін қою деп естиміз. Енді осы сөздерге сүйене отырып, балалар, мына ережені есте сақтап алайық. Сөзде и-у дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Мысалы, аю, көркею. 57-ші жаттығу. Сөздерді оқы, олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Мысалы, көбею, молаю, үлкею, есею, сарғаю сөздері. Үлгі бойынша бұл сөздерге дыбыстық талдау жаса. Қараңыздар балалар, к дауыссыз, ö дауысты, б дауыссыз, е дауысты, ю әріпі бізде и-ю деп естіледі, я? Олай болса, и дауыссыз, себебі алдындағы е әріпі дауысты, я? Ал у дауысты болып келеді. Қараңыздар балалар, бізде көбею сөзінде 5 әріп болғанымен 6 дыбыс болып естіледі. Енді молаю, үлкею, есею, сарғаю сөздерін үлгі ретінде сіздерге жазып қойдық. Шығармашылық үзіліс 58-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз. Тиісті сөз бізге қою және де тою деген сөздер, я? Осы екі сөздің біреусін алуымыз қажет. Енді ормандағы аю, ойы балға тою. Яғни бұл жерге тою деген сөз сәйкес келеді екен. Енді аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың деген сұраққа жауап берейік. Себебі балалар бал өте тәтті болғандықтан аю бал жегенді ұнатады деп жауап берсек болады екен. Келесі сұрақ, аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын айт. Балалар, аю, қою, тою сөздеріндегі ю әрпі и және у дыбыстарынан құралған. 59-ші жаттығу. Оқы. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол, аю, сендердің қыс бойы қалай қарындарың ашпайды деп сұрайды. Сонда аю қасқырға былай деп жауап берді. Біз қысқа жаздан бастап дайындаламыз. Үңгірімізді алдын ала қазып, жылы төсеніштер дайындаймыз. Қыс бойы аш қалмау үшін жеміс жидек, жаңғақ, бал жинап аламыз. Сен де жазда еңбектеніп, азығыңды дайындап, жылы ін тап, деп ақыл кеңес береді.
Қасқыр аюдың сөзін тыңдап, келесі қысқа ертерек қамдану керегін түсінеді. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.